Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дина. Бүгінгі видео рецепте сіздермен ерекше дәмді бисквиттен жасалған, арасында жемістің әні бар, дәмді торттың түрін жасап көреміз. Бұл торттың атауы панчо деп аталады. Ол үшін бізге ең алдымен бисквитін жасап алу қажет. Жұмыртқа мен қантты миксерлеп аламыз. Миксерлегенде жұмыртқамыз кішкене ағарып, көлемінен көтерілу қажет. Сармайды ертіп құямыз. Оған құрғақ заттарымызды какао, ұн қопсытқыш, кукуруздың крахмалын және ұн қосамыз. Бисквиттің қамыры шамамен осындай қоюлықта болады. Қызып тұрған пешкеге салып аламыз. Бисквиттің қамырын 170 градуста шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. Оған крем жасаймыз. Қою 20% қаймақты аламыз және оған қант ұнтағын қосып араластырамыз. Сонымен креміміз дайын болады. Бұл тортты дайындауда заттардың қанша мөлшерде қосатынын видеоның описание деген жерінде қалдырып кетемін. Бисквитіміз піскен соң, оны суытып, осындай кіші бөлшектерге турап тастаймыз. Шамамен осындай 4 бұрыштарға кесеміз. Тортымыздың арасына салуға осындай консервіленген ананастар алу қажет. Оларды да ұсақ бөлшектерге турап аламыз. Тортымызды құрастырмас алдын осындай терең ыдыс алу қажет. Оған пищевая пленка деп айтады. Осындай пленканы төсеп аламыз. Ең түбіне крем жайып аламыз. Алдын сметанадан, яғни қаймақтан жасалған кремімізді осылай жағып аламыз да, тығыз кесілген бисквитімізді осылай саламыз. Одан соң кесілген ананасымызды және грецкий орех салып отырамыз. Оның үстіне тағы да крем жағып, осылай тағы да қайталап үстінен бисквит, ананас жаңғағымызды сеуіп отырамыз. Ол болған соң, міндетті түрде ыдысымызды тоңазытқышқа 1 сағаттай кемінде қойып алу қажет. Одан соң оны осылай тарелкаге аударып аламыз да, бетінен крем жағып, тортымызды әсемдеуге кірісеміз. Мен осындай бір плитка шоколадты алып, қайнатылған суға солай қағазымен салып алдым. Шоколадымыз ішінде ақ ериді. Осылай ұшын кесіп, үстінен тортымыздың үстінен шоколадты осылай жағып шығамыз. Панчо деп аталатын тортымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт сіздерге ұнаған болса,
каналыма тіркеліп лайк комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Дина. Келесі видео рецептерде кездескенше сау болыңыздар.